5, 4, 3, 2, 1, ketek! Ханымдар мен мырзалар, жайдарман. Жастар ортасы. Бар жанарды жаулаған жайдарман. Кеш жарық қымбатты жайдарман сүйер қауым, кеш жарық қымбатты достар, әділ қазылар алқасы. Көптен күткен жайдарман сайыстары бүгінгі сайысқа қош келдіңіздер. Бүгінгі ойын Қостанай облысы әкімдігі жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының тапсырысымен саналы ұрпақ 2050 қоғамдық қорының ұйымдастырылуымен өткізіліп отыр. Олай болса, Республикалық Қостанай ашық лигасы жартылай финалдық сайысының куәгері боламыз. Біз сайысымызды бастаймыз. Сонымен бүгінгі сайысқа қатысатын командалармен таныс болыңыздар. Ақтөбе көлік және коммуникациялар колледжі 7132 Ақтөбе. Мырзақов Дулатов атындағы Қостанай инженерлік экономикалық университеті бренд Қостанай. Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университеті Европолис Орал. Құрамасы, Рудный құрамасы. Назипа Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжі есте сақта Арқалық. Және Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Қостомар ауылы, Қостомар құрамасы. Рудный құрамасының әкімінің құрамасы, Рудный құрамасы, Рудный. Дым желание жоқ. Ойнауға да желание жоқ. Ойнауға желание жоқ кезде акимат ақша бөліп кетірді ғой. Сол акиматтың бөлген ақшасын абыроймен жанатайық деп кетіп қалдық. Негізі пайдашын арылсатын адамдармыз біз. Пайдашын болғандай беті қалыңшы, ұятсыз беті қалың болғанда да зимний қалың ұятсыз адамдармыз да. Сондай пайдашын арылсатын адамдармыз. Әңгіменің басын, брат, Каспийде 3000 бар ма деп бастайтын ше. Біреудің атынан кредит алады, бірақ төлемей зар қақсататын. Темекі шегет, бірақ өз өмір сатып алмайтын. Сатып алса да ақшасын біреуден алатын. Осы тұрған бесеміз осы ойын үшін араласамыз дегіз. Құрметті Бәкір Марғұлан аға, ойынның арасын ұзақ қылмаңыздаршы. Жаз бой тентірек беттік қой. Бір-біріміздің төрімізді ұмытып қалдық қой. Алдыңғы ойында кімнің ойнаған бухгалтердің ақша бөлген списігіне қарап тауып алдық қой. Сен өз точно бізде ойнадың ба?
өйстіп шірей саламыз да. Жартылай финалға өтіп тұрған бақытты пайдаланбайтын не деген бақытсыз адамдарымыз бар. Андай бақытсыз адамдар болады ғой ше, андай тырнағын тақап ақ қойып 3 күн ашып жүретін. Сабаққа өліп дайындалып кетіп, апай келмей қалады. Автобусқа отырады, күн жағына отырып быжып барады ғой бір жаққа. Ағаш линейка алады, қисық шығады ғой. 4 сағат кезек күтеді да, енді кезегі келе берген кезде у нас обед деген сөз. Ставка қояды ғой біреулер ше. Біреу қадап кетті дейді ғой. Бізде бәрі қадайды ғой. Үйтіп бүйтіп ақша жинап тариф саласың, 10 теңге жетпей қалады ғой. Қысқасы ана Один дома киносындағы 2 ұры еркек болады ғой. Содан өтіп кеткен бақытсыз адамдарымыз ғой. Прям сондайсыңдар міне. Сен бақытсыз жамалдар екенсің. Жыртық тесікке күліп дейді. Жығылып жатып сүрінгенге күліп дейді. Бұл абзал. Мына жакетпен тұрғанға образ деп ойлап қалмаңыздар. Бұның костюмын мамасы жаздың күні бір жуып құдалыққа китке тығып жіберген ғой. Шашын прическа деп ойлап қалмаңыздар. Шаштаразға кіріп шаштараз жарысын алады ғой. Іші ауырып тұрып кетіп қалған ғой. Содан қайтып келіп алдырмаған. Сосын бұның жауапкершілігі жоқ. Не қылса ойнап атқан шығармыз біз. Не қылса ойнай бер. Айттым бұның жауапкершілігі жоқ деп тақа барасың. Шашымды аяғына дейін алдырмасам болмайды. Сонымен шаштаразда. Очередь па? У нас обед. Алдыңғы ойында Алматы қаласына Жайдарман ойнауға бардық. Акимат 1 ай бұрын астыңғы орыннан пойызға билет алып берді. Астыңғы орын ғой, жатамыз ғой, жақсы болды деп пойызға кіріп, енді жайғасып жатсам, бір апа келді. Балам, мен белім ауырады. Жоғарыға жата алмаймын, қосайықшы дейді. Сосын Қумаш дегенсің. Жастар жылы деді. Апа дегенсің. Ана олар ғой, кемпірді емес ойнатып қояды белім деп ше. 82 жылғы қыз ғой, өзіңізге қарамай қорыққан ғой. Молодец, еркексің сен. Шығады сенен сондай бәле. Олма! Финалға өтейік деп ниеттеніп мешітке кірдім. Сөйтсем мешітте 5 сағат тұр екен, 5-еуі де істемейді. 5-еуі 5 түрлі көрсетіп тұр. Өмірімде бірінші рет бір жақсылық жасайын деп 5-еуім уақытын турлап батарея салып жүргізіп кеткенсің. Рахмет. Не деген бір жақсылықта дұрыс жасай алмайтын, жолы болмайтын тупик. Жігіттер бейшара команда екенбіз ғой. Тағы несе? Біз сияқтылар таққа отырмай ақ қойсын, аяқташы болды. Сөз соңында рудный жайлы.
Рудный қаласында Қазақстандағы ең терең темір карьері орналасқан. Қалай түсіндірсек болады екен? Мысалға мынау Рудный, мына жақта дәу карьер, үлкен шұңқыр, тесік, бүкіл қала соның ішінде жұмыс істеп жатыр да. Бір сөзбен айтқанда бір тесік бір қаланы асырап жатыр ғой. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен тау жоқ өлкеден келген Рудный құрамасы. Тодағай боп туылмады әттең ай, Рудныйға келермен бір тауды. Енді шамам алдым Көп рахмет. Рудный құрамасына алғыс білдіреміз және Рудный құрамасының демеушісі Рудный қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөліміне өз алғысымызды білдіреміз. Жігіттер, мен мынау Марғұлан ағаға ризамын. Ойлашы, керемет халықтың барлығын жинатты, керемет сахнада керемет жайдарман ұйымдастырып жүрді ғой. Сен мақтай бермеш. Сен мақтаған адамдар келесі күн жұмыстан босап отыр ғой, білесің бе? Алдында Арқалық қаласы әкім көлігінде әкімді мақтап не болды? Артынан 2 күннен кейін әкім ауысып кеткен жоқ па? Ол әкім мені мақтағаннан кейін ауысып кеткен жоқ қой, ол өзінің кететін ойы болды ғой. Енді Марғұлан аға кет десең кететін адамға ұқсамайды ғой. Жігіттер, бүгін финалға өту үшін әділқазыларға ұнап саяси әңгімелер айтуымыз керек. Менде саяси ән бар ғой. Кәне естейік. Нұрсұлтан алғаш мәрте келіп, жиналған халықтарды көріп, барып едім не болды деп мұнда, барып жатқан халықтарға еліп, жағымды менің айырып, қолымды артқа қайырып, мен апарып қамат, мейва 520, 5 күн жаттым сонда. Ты мне скажешь так просто о любви, как твоя подростка, я и ты, водопадами сверху падали. Қайдан келді кешіп сен? Мына жігіттер, біздің команда Динараны білесіңдер ғой? Вот сол күйеуге шығып кетті, сол артынан ұзатып сынсу айтып келдім мен. Құрметті достар, біле білсеңіздер, біздің команда 2 қыз болады тұғын, екеуі де күйеуге шығып кетті әйтеуір. Мына жігіттер қараңдаршы, біздің команда ойнаған қыздар күйеуге шығып жатыр. Енді деймін да мынау Қазақстандағы барлық күйеуге шыққан қыздар жинап алып, командаға жинап аламыз. Қалаларға жарнаманы таратамыз. Жаңаларды жинап алып орталық ашамыз. Жаңаларды біріндеп күйеуге шығарамыз. Зато оларға күйеуге шығуға спонсор аламыз. Олар ақша төлеп бізге жайдарманға спонсор алады. Жігіттер, көрермендер айтады екен, есте сақта командасы неге билемейді деп. Енді дұрыс, енді биге жоқ командамыз. Сондықтан керемет музыка қосамыз, өздерің билей алыңдар. Iya Maria, whisky, кола, королева танцпола, виски, кола, королева танцпола, виски, кола. Жандос, андағың болмайды. Көрермендер сұрағаннан кейін билеу керек. Ендеше, көрермендер сұрағаннан кейін есте сақтадан бір би ал. Қошеметтеріңіз. Бар фантазиям жетіп билеген бейміз осы. Жігіттер, біле білсеңдер, қуаныш деген біреуден бірдеңе алу екен. Ал бақыт деген біреуге бірдеңе беру екен. Ендеше бүгінгі ойында өздерін қуантып, Әділқазы алғасын бақтуға келген есте сақта. Кетті! Сонымен тамашалаймыз достар, Арқалық қаласы автобустарында болмаған және мүлде болмайтын оқиға. Келесі аялдама, хан шатыр ойын сауық аялдамасы. Сонымен
тамашалаймыз достар. Ертең кейіпкері Буратино Абу Даби ғимаратын салып жатырған құрылысшылардың басы болса қалай болады екен? Бітіреміз осы, өртенбейді. Әр қаланың өзінің көрікті ғимараттары болады. Сонымен тамашалаймыз Нұр-Сұлтан қаласын қыдырып жүрген жігіттер. Жігіттер, мәссаған. Ананы қара. Атырау, мост. Оны қойыңдар, ананы көрдісіңдер ма? Хан жатыр ол. Ана. Мен Нұр-Сұлтанды білмеймін. Келесі Қостанай қаласы. Жігіттер, мәссаған. Ананы қара. Қостанай, плаза. Оны қойыңдар, жаңа дәл қасында тұрған көрдіңдер ма? Жаңадан салынған филармония ол. Мен Қостанайды білмеймін. Сонымен көреміз көптен күткен Арқалық қаласы. Жігіттер, мәссаған. Ананы қара. Боксит. Оны қойыңдар, ананы қараңдар, боксит. Мен Арқалықты білемін, боксит қой. Құрметті достар, ойын соңында айтармыз. Достарыңыздың алды болмаңыздар, көсет арты болмаңыздар. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Нәзипа Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжінің есте сақтау жайдарман тобы. Торғай гуманитарлық колледжі Арқалықтың рухани уайымы. Есте сақта бір жүрген бақтар, есте сақта сон ғажап шақтар, есте сақта екеуміз көзіме армандап қарсы алатын ақ. Көп рахмет. Есте сақта құрамасына алғыс білдіреміз. Және де Құлжанов атындағы Торғай гуманитарлық колледжінің директоры Алматова Сандуғаш Орекең қызына жастарға ерекше қолдау білдірген үшін алғысымызды білдіреміз. Қарсы алыңыздар, ортада 71-32 Ақтөбе қаласы. Шарқ Қостанай, сәлем! Жігіттер, бүгін бізге берілген тақырып жастар армандайды. Армандау керек. Мына жастар армандайды демекші, мен биыл президентке үміткер болуды армандадым. Пранкер болғым келді дейсің ғой. Хамза, сен президентке үміткер болуды армандасаң, ал мен өрт сөндіруші болуды армандадым. Өрт сөндіру дейді. Сен есіңді сөйлесең өттің, есіңді сөйлесең екен ғой таңертаң, а? Сен басың істемей ме? Сен физикаң келмейді ғой сен, өрт сөндірме. Сен өрт сөндірмектігі шырпы сөндіре алмайтын баласың ғой, білесің ба? Сен үйіңде огород суара алмайсың ғой сен өрт сөндірмектігі. Огород былай тұрсын, шланг істей алмайды ғой дейді. Жігіттер, не етіп кеттіңдер? Бүгін жартылай финал, маңызды ойын. Бүгінгі біздің басты қарсыластарымыз кім? Орал. Ойынға Орал келмейсіңдер, айта, Орал келмейді. Ой, яғни. Не айтты, еще ғана бәріміз бір пойызда келген жоқпыз ба? Аналардың күпелеріне бар, бәрін күпелерін қотап тастағансың ғой. Еще гүл сындырып тастағансың ғой. Сенден естерің дұрыс емес пе? Біз бір вагонда плацкартпен келген жоқпыз ба? Плацкартпен келдік. Екінші қарсыласымыз кім? Бренд. Ендеше ұпайының аздығына қарамастан соңына дейін шайқасатын 70-32. Бәрін таста. Тайский массаждан шыққан әкесі мен баласы. Балам, Абдышер, риза қылдың бар ғой. Сіздерде қалай екен білмеймін, бірақ біздің Ақтөбеде қоғамдық көлікте осындай жағдайлар көп орын алады. Қарындас, артыңда шеш төлеген жоқпын бақшасын. Не қыл дейді? Мына маршруттың артында шешкен билетің бар, билетің. Көз алдымызға елестетейік, егер де бала жұбату үйірмесі болса қалай болады екен? Саламатсыздар ма әкелер? Саламатса? Ендеше бүгінгі кешегі үй тапсырмасын қайталаймыз. Раз. Атаканам, атакан. Әке
кеткен әке. Қызым, Ау әке. сен ана қап-қара Лексуспен жүретін жігітің бар емес па? Иә. Содан айырылып қалмашы. Сөз соңында армансыз адам қанатсыз құспен тең. Біздің әлі қанатымыз қатайған жоқ. Биік шыңдарда кездескенше 71-32. Көп рахмет. 71-32 құрамасына алғысымызды білдіреміз және Ақтөбе көлік және коммуникациялар колледжінің директоры Асқаров Жақсылық Рахымбекұлына алғысымызды білдіреміз. Келесі кезекте қарсы алыңыздар. Қостанай ауданы Қостомар құрамасы 15.000 ұпай. Ой кезекте Алисамен сөйлесетін жалғыз команда. Қайырлы кеш Қостанай! Жігіттер, соңғы жаңалықты естідіңдер ма? Мектептегі оқушылар полды өздері жуатын бопты ғой. Сол техничкалардың алып жүрген 18.000 теңге айлығын қазір бізде балалар алып жүр. Дұрыс айтасың. Проблем жасайды. Мектепке кіріп 2-3 кабинет жүріп шығады. Бірақ қойып аққан қарағанда осы дұрыс қой. Жігіттер, мен бизнес бастаумен кредит алдым. Бәріміз білеміз, музыка іздейтін программа бар, Шазам деген. Дәл сондай, бірақ темір іздейтін программа Қазам деп аталады. Жігіттер, республика Қостанай таза қала екен, көзім жетті. Қалай? Алдына жұмыстан келатқан ғой. Сол кезде Қостанай көшелерін полицияспен соғып жүр. Қыздар соғып жүр ма? Қумашы жапырақтарды. Білесіңіздер, бізде WhatsApp-та Қостомар жарнама деген группа бар. Сол группадағы аудиозапистер. Ассалаумағалейкум, Қостомар ауылының тұрғындары. Мынау свалка жақта бір 7-8 қой жүр. Қозғаны бар, қозғамағаны бар. Мынау біздің жақ көшелік шығар, шығыстар жағында мың көшесінікі. Іздеп отырғандар болса. Аға, менікі. Қалайсыңдар? Патшамыз кетті ғой, жаңа ахан звондады. Мен шынын айтсам жылап жатырмын. Әкімнің кеткеніне осыншама жылаған ес. Ала жай әңгіме айтыңыз ал. Ауылға келгенбіз көкпар көрейік деп сонымен отырмыз. Жалғасбек, кешке кел, күтем. Апай оның қолы бос емес, бүгін Айгүл апайға массаж істеп жатыр. Сыраңызды жоғалтып қайда жүрсіз? Сырайы болмай, Төлеу апа. Төлеу бірлігінде қатты құлақ тұтқан ғой, сосын түсіп қалған. Мектепте темір қатты құшақтаған зат үйіне жібермей содан түсіп қалған ғой. Қыздар, қалдарың қалай? Қалай түсті деп тексергенше одан да көрдіңдер ме, көрмедіңдер ме? Тау болсаңдар, сыйлық алыңдар. Темірдің бойы кішкентай емес, мен құлағымдағы сырғамды түсіретіндей құшақтай алмайды ғой. Анау сырған татмаге жаман қызық бар ғой. Ол жай ғой, темір аға не болыпты. Жігіттер, баға братан мал бар ғой, конкретно айтайын. Мал демекші бар ғой, мал табу деген программа бар ғой. Мал табу кезет деген. Сонда баха братан бар ғой, өз-өзін 300 мыңға қойып қойды ғой. Не стоит қой? Не стоит? Қалай не стоит, Брат, қатындарым ба? Жоқ, жеңгелері ғой, жынсың ба? Осы екі сиыр мен асырайды бар ғой. Осылар ба? Жоқ, қорада жынсың ба?
Күші басып істеймін. Жігіттер айтпақшы, өткенде Меруерт Түсіпбаеваның концертіне бардым. Бір көзбен маған қайта арық қойды. Походу сындырып алған сияқтымын. Сол қай жылғы? Қуасың ба, брат, 71-ші жылғы еще бір баласы бар. Так, мачосың ғой. Жігіттер ма, қыздарды қуантыңдаршы, көңілін көтеріңдерші. Жүрші, ана. Жұмысың ба? Тартып алыңдар. Бір өлең, ән, әзілдерің бар ма деп жатырмын. Менде ән бар. Қойшының қызына үйленген жігіттің әні. Запах женщины моей, я хочу остаться с ней, с ней. Жуым келші бар. Жігіттер, интернетте бір шынды бір орыс қыз таптым бар ғой. Қойш. Алло, Алиса, привет. Как дела? Давай поболтаем. Жамиля айтып қоймаңдар. Жігіттер, андағыларым болмайды. Мен осы жақында бір бизнес аштым. Қандай? Кредит алам да, есіктің алдына 3/3 9 квадрат монша салам. Қойш. Монша ішінен бет кафель салам. Сосын? Пар бөлек, как положено, бассейнімен. Сосын мынау қасына бет гараж салам. Брат, сен оғылым кредитті қалай жауын деп жатсың? Қазақтар сияқты басқа кредит алам. Жігіттер, андағыларым болмайды сендер мен. Вообще болмайды. Аля дейді. Брат, тұқташ анда аля деп бір жерден естіген сияқтымын. Қайда естідің сен ол жұмысың? Брат, шазамнан іздеп көрейік та, іздедім мен анда. Сен қай жерден естіген жоқсың? Жарайды. Аля-ля, малала. Мынау хит қой. Жақсы жігіттер ме, кеттім, қыздарды қуантайын ана жақ. Жаман таяқ жейін деп тұрсың ғой сен. Сөз соңында, өзге елде ұлтан болғанша өз ауылында қылтан бол, Асқар Қылшық. Сіздермен бірге болған өз ауылын әкім мақтан тұтынатын қайын ауылының құрамасы. Осты бар еді ғой? Бізде ондай әкім жоқ енді. Жақсы көреді. Сайысымызды одан әрі жалғастырамыз. Келесі кезекте Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университеті, Европолис, Орал. 16 мың ұпай. Бұлардың барлығы бір топта ғана бар. Аға жолын інілер қайталайды ма уақыт көрсетер. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университеті, Европолис, Орал. Құрметті достар, ойынымызды бастамастан бұрын бірден ескертіп кетейік. Егер де біздің ойнаған әзілдеріміз сіздерге өтпей қалатын болса, бір қадам алға жақындайтын боламыз. Деп ойлаңдар, қазір 2-3 минуттан кейін әзіліміз өтпей, жюридің басында отырсақшы. Мына құрметті көрермендер, соңғы жаңалықтарға байланысты 2006 жылғы бар жас отау құрған болатын. Соны мектепте тегін таратқаннан қорқайын. Жігіттер, сахнада мынандай әңгіме айтуға ұялмайсыңдар ма? 2000 атылай үйренмаққанда біз қалай ұяламыз? Рахмет. Мына құрметті көрермендер, біздің команда негізі жаз бойы ешқандай әзіл шығармай, қарайып жатып қалды. Зато 2000 атылай жасап қойды жігіттер. Бүгін мынандай жеңіл әзілдермен әзілдесе беруге болмайды. Мына бүгін шайқас ойын болады. Мына жайдарманды UFC деп алатын болсақ, мына сахна октагон. Мысалы Марғұлан аға соның ішіндегі жүргізуші. Дулат, сен кім боласың? Мен ана конның артында поезд тақып кетеді ғой. Сол дос басуым. Давай, күшті. Молодец. Дәулетбек, сен кім боласың? Мен ана бар ғой, бүйтіп тұрады. Космок.
Басқаша ойламаңда, тренер. Тренер. Бәсе құрсын. Асек сен кім боласың? Мен ана Конор Макгрегор бар ғой. Соның төсіне маймыл боламын ғой. Боласың ба? Оны неге таңдапсың? Хабиб жақыннан көрмейін ба? Ендеше финалдағы өз орнымыз үшін шайқасуға келдік, Жалғас. Достар, көреміз, қазіргі таңда фокустардың түрі көбейіп кетті. Сонымен көреміз, сондай фокустардың бірі. Шапалақ, кәнекей қазір фокус. Үш. Қуасыңдар ма, мен практикада жүрмін. Әзілдеудің ретін білмейтін бала мектепте. Берегінде тас бар. Анжанов, сен басын істей ма? Адам солай ойнай ма? Анаңға көңіліне тесің ғой қазір. Киіп ұтсақ киіп. Сонымен көреміз достар, группасында жетістігі жоқ куратор. Құрметті әріптестер, мен группына 5 студент бар, 3-і демектардан 2-і қояйын деп жүрмін. Ит адамның досы демекші, отырыста болған жағдай. Жан досым, үстем болсын мерейің. Әрқашан жемісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін. Құрылыс алаңында Wi-Fi болса қалай болады екен? Жігіттер, кеше келістік қой бітіріп демейді, давай істеп. Жігіттер, телефондан тастаңдаршы, бастық келсе ұрсады ғой жігіттер. Мен келдім жігіттер осындан. Осында ғой бастық? Бастық келген. Жігіттер, істетеген кеше бітірдік қой, конкрет істейміз деп. Жігіттер, хотя маған да Wi-Fi-ні бар көрінетіндер. Рахмет. Марғұлан аға, ойын соңында сізді бола ма? Ортаға бола ма? Бір әзілге көмектессеңіз бола ма? Марғұлан аға, микрофон берсеңдер. Ассалаумағалейкум Марғұлан аға, қалыңыз қалай? Мына енді сіз көп болады осы жайдарман саласында жүргеніңізге мына бір әзілден де хабарыңыз бар, бізбен бір әзілге ойнауға көмектессеңіз қалай қарайсыз? Жақсы. Жігіттер дайындап беріңдер. Мына Марғұлан аға енді қазір сізбен бір әртүрлі образдар келеді. Сіз соларға байланысты әзіл айтасыз, мен сізге Марғұлан аға әзіл дегенде сіз әзіл айтасыз. Қазір сізбен дейтін саябақта дейтін әзіл ойнаймыз. Енді саябақта кім боламын деп ойлап тұрған шығарсыз, әрине ағаш. Бәрі бұрышты ағаш көбірші осы күнге дейін. Енді Марғұлан аға қазір дейтін басында бір размикро салайық та, бір ағаш болсаңыз бір ағаш. Қораған ағаш құсап нағылсыз. Кәм сіз дейтін лига директорсыз, кәм жайылып бір ағаш болсақшы. Молодец деп айтуға қимай тұрмын бір тілім сол сөзде. Жігіттер, мына Марғұлан аға бірінші миниатюра мысалы. Жігіттер келдіш. Бірінші миниатюра. Не істейін деп жатсың? Актейін деп жатсың, Қуасың ба, неге актейін деп жатсың? Құрттап кетеді ғой актейміз. Бұндай кісілер құрттамайды, лига директорымыз ба қуасың? Кит бар қуады екен, Құрттамайсыз ба? Марғұлан аға әзіл. Степлер. Болмайтын нәрсе болмайды екен ғой. Марғұлан аға ортаға тұрасыз, кішкене бір ортаға қарай. Мына жігіттер енді Марғұлан аға тап шамалы кет. Мына жерге талшыбық болып отыра қойдыш, талшыбық болып. Талшыбық деген қалай? Сендер Сендер де Марғұлан ағаның аяқ қояқ екенсіңдер ғой. Мына Марғұлан аға мына неге талшыбықтар отыр, сіз неге мына ағашпын деп ойлап тұрған шығарсыздар. Бұл талшыбықтар сізде ағашқа қарап бой түзейді.
бұл біздің сізге қарап бой тиетініміздің көрінісі. Рахмет. Сіздермен бірге оған сатираның сойқаны Марғұлан Бәкір және де Европоис Орал. Рахмет, Қостанай. Бренд Қостанай. Қаншама жыл жүрсек дағы келгіміз келеді тағы тик-тик-тик-тик-тик-тик ұйықтағанымыз көлшеште келгеніміз Мерседес-Бенз аямайды біз қанша жыл жүрсе де ойнаймыз әлі де обидно болады финалға өтпесек қанша жыл жүрсе де ойнаймыз әлі де обидно болады финалға өтпесек. 300-дің басын қоспасақ та 3 команданың басын біріктіріп келдік. Қайырлы кеш Қостанай! Осы бар ғой, біз Қостанайда ойнап отыр. Дұрыс. Қостанайдың атынан шығып отыр. Оралдың жанкүйері ме? Соны айтам, Жауыз. Оқудан шығар жүріңіз. Қатыгез. Осы шығартылып ойнап келді. Алға резервпен өтеміз деймін осы. Ілініп салып келатыр қой. Сәл шіріп жатыр екенсің сос. Бүгінше 3 команда қосылып тұрып ұшып кетсе, я? Оңмаған. Алдыңа ат берсін. Жігіттер қойсаңдар, қарасаңдар, залда қаншама пираттар отыр, қарасай. Жандарым әше көздері мөлтірдеп, жылағысы келіп, үйлеріне барлардың келіп жүр. Ой, бұл нарса құрдастар қартайып кеткен ғой. Құдай, самат асып кетсін, қырын жүрсін. Бұлар балмұздақтар дейді переводтарды. Балмұздақ, өте-пөте, балмұздақ, құттай. Жақта бір сен дейші өтір. Бұлар балмұздақтар ғой, балмұздақтар. Еш әлі жаланбаған ғой бұлар. Қандай балмұздақ айтып отырсың сен? Стақаншықты айтып отырмын. Ондай емес, сырт ашылып кетеді. Жалпы жігіттер, бақтыңыз, құрмет көрермендер, 3 командада ойнағанмен барлығымыз жерлестерміз. Желес. Жігіттер, мен Қызылорданыкпын, осашы мен. Ойдық. Мен Атырауда оқимын. Алматыда жұмыс істеймін. Жігіттер, түп тамырым бар ғой. Өскемен, туған жерім Торғай. Базар жан-жақ жігітігесің бауырым. Құрметті көрермендер, жігіттің түріне дұрыстап қараңыздаршы, түріне. Қараңыздаршы, мен анау кезінде СССР кезінде мультик болды ғой, жеті баласы шұбыртып жүретін маймылдарға. Айнымайды осыдан. Айнымайды. Бекар, сол маймылдардың ше, әкесі жоқ еді ғой. Табылды! Бейдек, Кука екеуміз бизнес бастық. Қазір кама ойын біткен екен, бүкіл қыздар келетті, Рудныйдың құрамасымен фото атысып атады ғой. Екеуміз барамызды маймылмен фото атысу, 500 маймылмен фото атысу. Олай болса қарсылас командаларға айтармыз. Қиқу, патаң, тұтаң, шататаң, вейвырдан, шейвырдың жағап, көк сүйеттен таба алмайтын қыл жіберейін. Рахмет. Сонымен көрейік, Қайрат Нұртас футболист болса қалай болар еді? Енді бір доп болса?
Көрейік достар, қан майдан шайқас, бірақ бір қызығы, бірақ қылыш бар екен. Енді біраз қиялдап көрейік, Қайрат Нұртас ерегісте. Біріншіге бергейші, әңгімең бар сияқты, о бергейші. Достар, енді естеп көрейік, баяғы соғыста қазіргі заманның заттары болса, қалай болар еді? Саламатсыз апай. 10 дон өшсек қоясыз ба? Қазір келем, аха, 10 дон. Апай, қылшымда болдым. 5 дон өшсек қоясыз ба? 5-ақ қалдық иә. Қазір келем. Мүмкін келмеймін, көрем. Апай! Үшеу-ақ қалдық. Жоқ, бұл жоқ, сосиски тестесі сасыз ба? Қазір келем, аха. Апай! Атымен ана жекпе пешті саңыз. Рахмет, құрметті достар, ойынымыздың соңында, айтпақшы, ойынның соңында не айтамыз? Жігіттер ойын басынан айтып келатыр, түсінетін шығар. Кете берейін. Мен де келсем, қуандықпен мен де кете берейін. Жүргілер өздері түсініп отыр, ойын соңында не болады? 300 тарат жүрмейді шығар. По идее бар ғой, Қостанайдың намысын қорғап отқан жалғыз командамыз ғой, түсінетін шығар әділ финал. Маған іштей алдырмаңдар ма? Не айтатын? Сіздермен бірге оған Қостанайлық бренд. Рахмет. Сонымен көрініс сайысына кезек берейік. Бірінші кезек ортада қарсы алыңыздар. Ақтөбе қаласы 71-32. Сонымен көреміз, Ақтөбе қаласы белгісіз бір колледжде болған оқиға. Ағай, кешіріңізші деймін, ағай, болды, қайта алмайды. Алмат, сен мен мына шашымды ағартып болдың бар ғой, сен бала. Ей, түсінуге болады иә, бірінші курстардың баласын ұрасың, екінші курстардың баласын ұрасың, үшінші курстардың баласын ұрасың. Ей, құрғыр мына жарда тұрған стекте не шаруаң бар сенің, ей? Мына бәрін жыртып болдың ғой сен бала. Ұнамайды маған қарағандар. Қалай ұнамайды, ей, өзің аталарың емес пе, көзіне очки салып, темекі салып қойып, не мынау ручкамен бояп? Кешіріңізші ағай, қайта алмайды. Кешірмеймін. Соңғы рет. Алмат, ұзын сөздің қысқасы, мен саған 5 минут беремін, 5 минуттың ішінде ата-анаңмен келетін бол алдыма. Қызықса, ата-анам қалай келді, ауылда емессіз бе? Алмат, мен басымды ауыртпа, 5 минуттың ішінде ата-анаңды ертіп келмесең, қолыңа документтеріңді ұстатып жіберем, бар кет. Бір қырсыққан директор екенсің. Ей, күңкілдеме деймін мен сен балаға. Алло, иә. Стендтерге заказ беріп едім. Бірден 5-еуін алып келдерші, 5-еуін, иә. Бірден 5-еуін алып келдер, ақшасын дайындап қойдым, аха, жақсы табы. Апа, жүріңізші, Қайқы жұлқылап баратсың? Душқа шығып жатқан жерімнен жұлқылап алып шығайын, есіңді түсірмесің ғой сен? Енді апа, маңызды мынау, көмегіңіз келіп болады. Не істеп қойын? Не болды? Колледжден шығарайын деп отыр мені. Не істеп қойын? Не болды? Не? Көмектесіңізші. Не көмектесем, мен не істеймін? Сен есіңді түсіп па? Мама керек маған, ата-анам сұратып отыр мен ауылдан. Олар келе алмайды енді. Мама болып беріңізші маған. Сен есіңді түсірсең, мен квартираның хозяйкасымын ғой, сен басын істемеймін. Апа, 15 мың теңге беремін. 15 мың? Сен бірінші одан да алдыңғайына ақшасын төлесейші. Ладно, төлеймін, 30 мың теңге беремін. 30 мың? Не бүлдір қойын? Өз түсіндіреді. Кет. Сәкен! Күләш апа? Мынау сенің алдыңда мен квартирада тұрған жігіт қой? Рахмет, мынау ұстай алмай жүреді. 2 ай тұрды, 2 ай. Еще директор ғой. Мына бет жоқ екен көріп тұр ғой. Оңбаған. 2 айдың ақшасы төлемей қайқа қашып кетті. Қайықта 2 айдың ақшасы? Осы жақында кірдің апа жұмысқа? Өтірік айтады. Айтсайшы, қашан төлейсің енді? Апа, мынау сіздің балаңыз ба? Иә. Онда апа бүйтейік те, мен сіздің балаңызды колледжге қалдыра берейін. Сіз ана 2 айдың ақшасын кешіре қойыңыз. Расчет. Қой кет, мынау менің балам емес. Ал не істің? 30 мың несі қосын 60 мың теңге тұрғанда басын істеймін. Мама, 80 теңге. Мама, 80 берем. Ау балам? 80 берем, 80 ма? 80 ма? Қашан төлейсің? Алмат, сен мынаған берейін, 80 маған бершейші.
Ей, мен өзім қалып қаламын осы колледжде. Өткел ана сабақтарын жауып беремін, сосын мына алпысым кеңсіп кетсең. Жақсы. Ей, менше? Қалай менше? Ей, мен екі жақтан да ақша алуым керек қой. Олайсың. Мәш, сол сізге берейін дегенде. Сізге берейін. Екі ортада крайний мен болып тұрмын ғой. Сіз колледжден шығарып жіберсе, квартирадан шығар, ауыл бар, екі сиырымды алып мал алып қойын ба? Ей, кетші. Апа квартира бар ма? Ей, 60 мың деген қанша төлейсің? Ой, апа төлейін, квартира бар ма? Міне жаңа ғана ұзаттың. Ойын соңында біздің бұл сайыста жеңіске жету жетпеуіміз маңызды емес. Біз бұл келесі сайысқа өту үшін емес, өсу үшін келдік. Ақтөбе жасыл қала жайлаған, күнге келбетіңе тойма. Бірінші сөз екіншісінен қымбат дей ма? Жақсы, рахмет. 70% Ақтөбе құрамасына алғысымызды білдіреміз. Көрініс сайысы жоғары ұпай 3000 ұпай, ортада есте сақта арқалық. Көрініс тақырыбы жас едім, сонымен көреміз белгісіз бір ауыл, бір қызығы, тек қана әкімнің үйінде Wi-Fi бар. Сол Wi-Fi-ға келіп тұрған бір топ бала. Жігіттер, Wi-Fi стоп, тез кірмейік. Жігіттер, Wi-Fi-ға бірінші мен кірейінші. Неге? Мен қызым бар ғой. Бәріміздің де қызымыз бар ғой, шарды ерігіп жүрген жоқ. Жоқ, жігіттер, Wi-Fi-ға бірінші болып мен кірейінші. Неге? Мен қызым сағындым. Мен де сен қызың сағым жүр. Мен де өзім қызым сағым жүрмін. Жоқ, жігіттер, Wi-Fi-ға бірінші болып мен кірейінші. Неге? Бастар себебі мен телефоным ғой. Наурызбек, онда сенен кейін мен кірем. Екінші сен кіресің. Солай, мен кірем ғой. Үшінші сен кір. Ерлан, ренжімеші. Тағы да соңғы болып сен кіресің, ренжімеші. Сендер мен өмірі соңына қоясыңдар. Маған келгенде уақыт жетпей қалады, не Wi-Fi-ді сөндіріп тастайды. Ренжіме? Бізге бәріміз тез кіріп тастаймыз, сосын соңында сотқы саған қалады ғой. Жігіттер, мен бүгін қалаға барып келдім ғой. Қалада ағамның үйінде Аристон дейтін үлкен шайнек орнатты. Ана ыстық суын алып шай іше беруге болады екен. Жігіттер, мен ФК болғым кірдім, сен кірші. Жігіттер, мен ертең қызыммен кездесейін деп жатырмын ғой. Қызыммен сағат 12-ден кетіпті ғой. Бүгін кездесем, бүгін. Қалай бүгін? Сен бүгін бізбен отырсың ғой? Жоқ, енді қарасай, бүгін кеше болса, ертең бүгін болады. Қалай ол? Сен бүгін біздің қасымыз отырсың. Ертең ол, ертең ғой? Жоқ, мен айттым, қызыммен кездесем деп. Сағат 12-ден кетті. Бүгін кеше болды, ертең бүгін болады. Қош болды. Жігіттер, өткені Қостанайға бардым ғой. Сосын не көрдің? Бірақ Қостанай білмейді Білмеймін, қызым аккаунтын өшіріп тастаған ба, кірмей жатыр ма, өзің кіремейші ме? Болды ма? Мой девушка день рождения, мой девушка день рождения, мой девушка день рождения, мой девушка день рождения. Тұрсам мойныңыз ауырып қалады ау сіздің. Не істеп отырсыңдар, сендер жаңағы химия апай бар еді ғой. Соның номері бар ма сендерде? Братан, не істейсің? Химиядан беретін апай да? Оның жасы сені 4 жас үлкен, үйленуге келмейді ғой? Кім айтты сені мен оған үйленейін деп жатыр деп? Братан, бірақ сен химиядан түк хабарың жоқ қой. Не істейсің сен химиядан? Миыңды аштып. Енді? Одан да өзіне келетін еңбекке баулудағы талатай болсын. Мыналар ағаларымен әзілдейді.
Аға, сіз айтпақшы жаңа дене шынықтырудан беретін Алмас ағаймен кездесіп жүргенсіз, әлі жігіттер келген мәселені айтайын, короче. Ертең үйге шөп келейін деп жатыр, соған барлығын көмектесіп жүріңдер, сөйтіп дружно жиналып қойыңдарсайшы, иә? Шөп дейсің ба, братан? Ой, иә? Алдындағыдай қойып кетпеңдер, келетін болыңдар. Жоқ, братан, шөп дедің ғой, барамыз ғой, бәріміз жиналып барамыз ғой, брат. Ертең келіңдер, жас, давайте. Жоқ. Күтейін ертең. сен басың істей ма? Неге барамыз өйтіп қойған, а? Білесіңдер, ол армияға барып қойған. Ана басына табурет деген істемейді ау, ертең ұмытып қалады. Тем более ол армияда бір-ақ күн служит еткен ғой. Мә, жігіттер, ана сөйлесеміз деп тұр, телефон қуаты бітіп қалыпты. Өмір осы сендердің. Маған келгенде бітіп қалады. Маған келгенде уақыт не Wi-Fi сөнеді. Тоқта Шерлан. Сен өйтіп уайымдамай қой, сен бүгін қызбен кездесесің ғой. Мен саған қызыңа керемет өлең айтып берейін гитарамен. Сен қызың шығарып ал, мен саған өлең айтып беремін. Қазір барып келемін. Анау қараңғыдан қойға тағы еріп барып қойшы ба? Не істеп баратсың? Еріп ба? Мына жігіттердің анаяқтың ойланып қоятын да. Біздік мынау болмайды. Біздегі мына қазақтың нар тұлға жігітіміз ғой. Біздегі керісінше мына ауылды көркейтуге үлес қосуымыз керек. Біздің мына отырысымыз болмайды. Ойбай, ода тұрайық. Қызыңның үйін көрсетші маған. Ана жақта ғой. Анау ма тұрған? Өлең айтып берме. Есте сақта біз жүрген бақтарды, есте сақта сол ғажап шақтарды, есте сақта екеуміз көз ілмей арманда қарсы алатын уақыттарды, есте сақта мен салған тәтті, есте сақта сол ғажап шақтарды, енді сені сол ғана тербейді, өзгесі оралып келмейді. Әкім келатыр, әкім. Жігіттер, мен ғой, тағы да мен ғой. Жігіттер, нема ертең шөп келмейтін болды ғой. Шамал көмір кеп тұрады, соны сүріп жамадық қой. Ойын соңында айтарымыз, өмір деген роман повесть баяндама. Мыңдаған, миллиондаған аялдама. Білмеймін қай жеріне түсіп қалдым, КПУ-дың қасыма бірдемей жүр. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен есте сақта КВН командасы. Есте сақта бір жүрген бақтар, есте сақта сол ғажап шақтар, есте сақта. Білдіреміз. Сайысымызды одан әрі жалғастырамыз. Ортада бренд Қостанай. Көрек достар, бір шалғай жатқан ауыл, белгісіз бір мектепте. Қалай жігіттер, қалайсыңдар, қалдарың қалай? Қойса, общий. Мен не алған, 3 класты бірге қосып жүрген ба? Үш класс жай ғой, 3 мемлекетті қосып жүріп тұр ғой. Саясат көрдің бе? Көрдім, өтірік саясат ба? Деме, өйстіп тұра берем ба, орындық жоқ па? Сен мен жесей, алып бесей басқа жерден. Басқа кабинеттен ба? Жоқ, басқа мектептен. Айтпақшы ғой, біздің мектептің аты қалай? Біздің мектептің ба? Ыбырай Алтынсайдың атында орта мектебі ғой. Онда неге сыртта Марланның ескерткіші тұр? Жоқ, негізі нормально қой керек қой, пайда, осы жерде Адвика да қой керек. Тыш, апай келатыр. Еще мас дейсің ғой. Помаши. Түрі, ұрады.
ортасында абай бірінші тұяғымыз. Жылқымен келген ғой қалып кеткен жақтан. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Айгүл жайлап қызы. В смысле жайлап қызы? Жайлап. Абай жайлап. Жайлап. Анда ғой жай кайфанлықта деген сияқты. Жайлап. Жайлап. Дұрыстап айтып қалғандар амандаспай ма не? Абай бұлар сізді упор көрмей ма біле? Қой? Сіз сабақ оқымайды, упор көрмейді. Андай түрде не қалай берсін? Упор көрмейді апай ше. Мен оқимын сабақ жайлы. Мен қой. Партаны сүртіп қойдым апай апай ше. Сөйлеме. Не болды апай сөйлет? Ей, сен біртүрлі екенсің, олсың ба, қызсың ба өзі? Как? Бүгінгі тақырып, бүгінгі күн жазып отырыңдар. Айбай, апайдың үй көріңіз. Апай ше. Апай мен жасты қыздар былай қарасаң ше. Мама. Кәдімгідей мама тәртіп кеткен. Мына түрі болмаса атак ше. Үй көр деген. Артынан қарасаң Ғаділбек жанай оны. Серік бол, Сайлаубек қой. Сен есің дұрыс па? Әп-әдемі кайфқа кетіп батқан кезде Ғаділбек жанай деп. Менің жыныма тие берме. Басқа қыз жоқ па теңейтін? Ғаділбекті әкеп тіреп қойған. Осы екеуі оқылды апай қалған босымыз екен. Декретте. Менің жыныма тие бермеңдер. Кеше сеп-семіз қойым жоғалып кетті. Кім бақты кеше? Серіктің баласы, Серіктің балалары бағылмайды. Әп-әдемі күйеуіміз екеуміз ат қорымға қойып семіртіп, шашлық жейміз ғой деп жүрген қойымыз жоқ. Бәсе майлы екен. Сен ол қайдан білесің? Мен қайдан Ертең кім бағады? Ертең Айгүлдің баласы болады. Айгүлдің балалары күшті бағады. Айгүлдің балалары ақылды. Кеше кіттай баласы кетіп батыр магазинге нан алып келуге. Ертең әке шешесін бағады. Ойбай апай, не болды сонша Айгүл деп? Атак бар ғой біздің Кука ше. Кука мықты бағады. Кешен алдында Кука баққан. Бір қойды жоғалтқан жоқ апай. Бүкіл үйірме жоқ жүрді. Бүгінгі тақырып жазыңдар одан. Тұрш кеш мына жерге не айтып жатсың? Не жоғалып кетті деп. Конкретно еш аймана жоғалтуым мен болды. Ершат деп емес пе? Болды қой. Болды. Желкемді созасың Ершат. Апай әртүр звоноктағы ұрыскен адам сомайсың. Прикол ұстамай қой, ит әкеп бақсып тұр көрші. Не болды сендер өтеуіз? Шығасың ба наумен? Шығам. Сен шығасың ба? Ауырып тұрмын аты. Онда бар кетті ұшып отыр, трәпкі суап біл. Мықты шатсық болады екенсің ба ажары? Алла жоқ, сен мен шатсы жүрмін, трәпкі жұмыса жүрмін. Балалар, ойнамай тұр, бәрі әзіл ғой. Қорытындылаймыз сабақты. Кім дайын сабаққа? Асқарбек, дайынсың ба? Жоқ, абай, дайын емеспін, оқымадым. Неге оқымайсыздар? Отыр екі. Көрдің ба абай, оқымайды бұл. Қаңғыбас. Әкесі қандай қаңғыбас? Мен бывший жігітім. Қаңғыбас әкесі. Түрі қамапты ғой апай сізден. Енді оның әкесі түрі қалдырмады. Ершат сабақ айтшы өзің. Апай, енді білесіз ғой, мен күнде оқып келемін апай. Мыналар сияқты емес ма? Қаңғымаймын ғой апай. Айтсаң енді. Күнде оқимын апай. Бірақ кеше оқи алмай қалдым апай. Неге оқи алмай? Кеше көршілер шатақ-патақ деген дауыс шығып кетті. Уайымдап не болып кетті деп оқи алмай көршілер маза бермей қойды апай. Айналайын, сен ауылдан 3 шақырым жерде тұрасың ғой, білесің ба? Жап-жалғыз өзің жалғыз тұрасың ғой. Қайдағы көрші? Онда сеп болмай қалды ма? Сонда бір шатақ-патақ еді қалды апай. Отыр 2. Отыр. Апай қанша? 3 2 плюс. Сендер сабақ оқымайсыңдар. Сендер оқымайсыңдар. Қазақ десең өзіңе батады. Оқымайсыңдар. Айгүлдің балалары қалай оқиды? Керемет. Тәртіпті. Айгүлдің балалары керемет. Керемет апай. Айгүл апай сізді шақырып жатыр директор. Құрметті достар, ойынымыздың соңында құрметті аталасыңдар барлығы айтып отыратын Орал, Ақтөбе қонақ командалары, қонақ командалар ғой деп. Шыны керек бұл өмірде барлығымыз қонақпыз. Қостанайлық бренд, рахмет. Европолис, Орал. Бұл Орал. Сонымен көреміз достар, Орал қаласы белгісіз кәсіпкердің үйінде болған жөндеу жұмыстары. Жігіттер, мынау деген міне есік, мынау есіктің тұтқасы.
тұтқасын басып бүйтіп ішке ашсаңдар, ішке ашсаң. Кіріңдерші не істеп тұрсыңдар? Ака, мынау мықты, мен Өзбекстандағы үйімнен алмайды екен. Әкесі, мынау кімнен үйі? Жұмағұлдың. Жасай берсін Жұмағұл. Міне жігіттер, осы 10 күннен тойыма тосыйды маған бітіріп беріңдер. Ақшасын берсең бітті ака, бітіп тұр ғой. Болды ғой. Сендер қалай, қолма-қол ма или Каспий ма? Каспий? Кәм Өзбекстан Каспий теңізін бер жөне ма бізге? Каспий гол. Қайда Каспий гол не деймін? Қазір 4 сағаттан келін бітіріп қойсыңдар ғой. Болды ака, бітіп тұр ғой. Ака, демал қояқшы. Жігіттер, акалар жұмысқа кірісейік. Хайотам, тағдырам. Ака, асықпай кел демал алшы, бірге жасаймыз ғой сосын жұмысты. Қазір бастық келеді, бітіріп үлгереміз де бітіре аламыз ба? Бітіре аламыз ба? Бітіру хайота ғой. Елімді сағындым, Өзбекстанды сағындым, Матиземді сағындым, Моншаға жалғыз түскенде сағындым, Марғұлан Бәкірді сағындым, елімнің туған жерімнің шақсадасын сағындым. Жігіттер, мен де ауылым сағындым. Ака, сен де сағындың ба? Онда сен үшін тағы бір рет Өзбекстанды сағындым. Ака, бағанадан бері байқап тұрмын, осы сен қабағың қарлығаш түгінде. Мен кеше шығады ғой Жігіттер, мен шаршадым. Қашаманға бұлай стройкада жүре береміз. Менде күшті идея бар. Одан да каждыйымыз 200 мыңнан шығарып, сен 200 мың, сен 200 мың, сен 200 мың, мен 200 мың, 400 мыңнан шығарып. Қалың 400 мыңға дейін? Ладно, сол 800 мыңға шығарып, ставкаға жіберейік. Қойшы, сол ставкадан қадап қалғанның кесірінен осындай стройкаға түсіп кеткен жоқпыз. Әкесі, бар ма? Жоқ. Онда жәмен шөлдеп тұрдың дүкенге барғанда апельсин, дәме, кола алып кеш. Нектары коробкасының ішінде тұрған алып кеш па? Өміріме жұмсай өсін, жаман еріп чексіңдер. Өзбек десең өзіңе теді ғой. Кит бар. Ака, мынандай зәулім үйді араламау ұят. Араламау. Бір көптер бар, еске ашы. Ака. Мен сонда отыр, ака, ал шешін. Алайын ба? Ал. Бастықтың телефоны. Ал шешін. Алло? Алло, жан! Жан. Тәттім, Марио. Жанка, мен Италиядан заказ берген көйлегім бар еді, соны алып қоя қойшы, ама. Оны уже алып қойған сияқты. Қуатма, бастықтың көйлегін киіп алғанмын, қуатма. Қуасың ба ең? Жүрсің, маған қараш қарым, дым елеспейді кетші, ака. Әкесі, есінде ма? Екеуміз айлытын астында раствор езгеніміз. Есінде ма? Шпатлевкамен үйді ақтағанымыз есінде ме? Құмаше, бақырам күл қуады екенсің ғой сен. Әкесі, ренжі ме? Ертең мен бастықтың қойнына кіріп алам да, екеуін жұмысқа тартып, сені шопыр қылып алам. Кім қылып? Шопыр. Шопырмын мен. Шопырсың сен. Шопырмын мен. Қандай машина? Матиз. Матиздің шопырмын мен. Бірақ сен Матиздің сыймайсың ғой. Давай. Жан, мен көйлегімді. Мен көйлегімді қуат. Өзім сатып алдым. Кім охрана алып кетті мынаны? Охрана, мен шопырмын не? Үстіне ақшасын қойсам охранасың. Давай, кел, мұнда келе. Болды. Сендер шүйтесіңдер. Болды. Ағай жұбататын өлең айт. Жұбататын өлең? Өзбекстанды сағындым, Моншаға жалғыз түскенді сағындым, елімнің туған жерімнің шықсадасын сағындым. Бітіріңдер ма жігіттер? Ақмарал, не істеп тұрсың? Ақмарал, не істеп тұрсың? Жан, сен түсінбе. Мені мына қайдағы ол? Қайдағы ол? Өзі шопыр міне. Кетші ғой. Мынаған сатып кетіпсің ба мені? Сен мені жалғыз қалдырдың. Әкесі жалғыз емесі. Құрметті достар, сөз соңында
өзбек болып тумағанда неке. Ака кола алып келдім, бірақ кола жоқ екен. Мирас көріністі ойнап болдық қой, қайда үшін? Магазин алыс екен да. Апельсиновый кола болмайды екен ғой. Сіздермен бірге болған оралдық Европолис. Рахмет, Қостанай. Көп рахмет. Европолис құрамасына алғысымызды білдіреміз. Сонымен көреміз, Қостыбар ауылының жігіттері белгісіз бір банкты тонауда. Братан, мынау дұрыс болмады. Неге? Мал жайлап болғаннан кейін келіп тонау керек. Мал жайлап болғаннан кейін футбол ойнаймыз ғой, мал болып. Лучше қазір тонаймыз, ішіне кіреміз, ұрлаймыз, сосын қашамызда кез келген арманымызды орындаймыз. Қойш, мен ол галюш аламын ба? Қоймайшы, жүргетті ұрлаймыз. Жат, бұл тонау, жат. Даже палка стреляет раз в год, осы екен ғой, рас екен ғой да? Это оскорбление. Это грабление. Қоймайшы. Тонау бұл, тонау. У нас очередь, талон нужен. Талон керек, өзің сөйлеші. Абай маған бір бөлке нан майонез қалды. Біз тонау кеп тұрып, тонау. Маған көлік, ірінен сик, ин керек. 3 әріптен басқа әріп сөздер айта алмайды ғой. Барлық ақшалардан мына сумкаға сал. Біздің барлық ақшамыз картада. Нейді? Шұжық, қасы қарта дей ма? Нейді? Анау қартынан ішіне ақша сыймайды ғой? Ақша сасып кетеді ғой, мен тонамаймын. Қойма, жүргет, тонамыз. Братан, капитал. Капитал бола ма? Ол клиенттерге тек. Клиенттерге. Біздің клиент емес ба? Не аламыз? Алшы. Брат, анау камера ма, істей ма ол? Ол істейді, сендер түсіріп тұрсыңдар, қорықпайсыңдар ма? Қорықпаймыз біз. Айтпайсың ба, тойға кетіп, жетарымыз кетіп кетіп. Нормаль киініп кетін едік қой. Мен америкалық киноларда көргем. Бүйтіп звондаймыз, сосын полицияға шарттарымызды айтамыз, соны орындайды ғой. Давай бізге звондайық. Звондашы. Мен тарих бұты қапты. Қойма, 102-ге тегін ғой. Звонда. Алло, полиция. Бізге банк тонап жатыр. Біздің кез келген шартымызды орындайсың. Үйде ешкім жоқ. Айта бер. Бізге ламборджини керек. Жоқ, атарба жарайды сол. Ауыл жақын жерде атарба жетеді. Жарайды, атарба жібер бізге. Сосын 100 миллион доллар. 100 миллион доллар керек. Сосын 1 килограмм құрт. Құрт не қыласың? Жаман жегін кеп тұр бар ғой, сонда айтайын. Братан, содан кейін сушняк аласыз? Сушняк не қыласың? Құрттан кейін жаман сөйлейсің ғой. Давай пока. Тұташ, анау кім ұйықтап жатқан? Охрана ғой. Бақып, брат, тұр, жат. Орнына жат, ағайын. Әлі. Орнына жат. Жәмила, кеттік, ан жаққа барып жатамыз. Қалай не стоит, брат, сен осы кімнің құрдасысың? Сол мен ауылдағы Асқар Қылшықтың құрдасым ғой. Асқар Қылшық кімнің құрдасы? Мен құрдасым ғой. Осы кредит бар емес пе? Сен осы 3 балаң бар да, 20 жастасың, 4 балаң несін деп жатсың сол? Братан, қазір 4 баласы бар адамдардың кредиттерін жауып берейін деп жатыр. Қойш? Кредитмен бір кайфовать ету керексің ғой. Жақсы, онда ақшаларды алып кетейік. Мынаны 40-60 бөлеміз, саған 60, маған 40, Қалай маған 40, Мен жасым 20-да, маған 20% керек. 40 қой, нормально. Маған 20% дейм. Маған ұрыс сол. Ертең ұр, арғы күні четверг. Брат, сосын ақшаларды не істейсің сен? Мен бар ғой бір қысқа жынды мал жайлайтын галюш аламын. Сосын суық өткізбейтін гамаш аламын. Сосын салтанатқа барып плотный тамақшы боламын ғой. Мен не істеймін ба бұл ақшаларды? Ауылға беремін, көргейсің. Осы ақшаларды әкімге беріп кетейін. Только әкімге бермеші. Осы сәттен кейін Мәди өзіне әдемі гамаш алып, екеуі 8 жылға сотталып кетті. Ауылына ұрлық көбейгеннен кейін мешіттің орнына
клуб салып ұстап жүрген Семен құрамасы, рахмет. Рахмет. Әр қаланың өз қаһарманы болады. Сонымен Рудный қаласы қаһарман румбаның жасырын штабында. Дым желание жоқ. Қаланы құтқаруға да желание жоқ. Адамдар шығып барады. Соған маған бір нәрсе төлейтіндей ғой. Менттердің кепешіне жүгіріп барамын. Как будто маған айлық төлейтіндей. Оған пенсионный да жүрмейді. Карточкаға бонус та түспейді. Андай Супермен, Спайдермендерде кішік деп ататын бар ғой. Сосын олардың костюмі бар. Менікі болса үшін ғалымның киіп тасташы деген күпәйкісімен барам ғой тірліктерге ше. Соңғы тірлікке барып ішіп барғам. Аналар тоңап қашып кеткен. Содан кейін барып тірлік істемейтін қойып жатып. Қаһарман Румбо, қаланы құтқару керек болатыр. Мен ондайды қойғанмын болды. Сен ғана көмектесе аласың. Қойшы өзім қазір жаттым, жаурап атым ше. Қалаға қауіп төніп тұр деймін. Кешке құдалығым бар, онысына барамаймын мен. Румбо, көмек берсей? Көмекте Әзімхан балдар аған өткенде, соғы сабын сындырып әкепті. Қалада зұлым Генри деген пайда болыпты. Оны ауладағы балалар ойнайтын әткеншектерді ойнап сындырып кетіп жүрген. Диплом соғын? Апаларымызға боғау сөз айтып теуіп қашып кетіп жүрген. Не істейін енді, ат өткісін берме бар? Не положим месте жолдан өтіп кетті. О, менттерге айтса штраф салсын, не дейсің маған? Ең сорақысы, қаладағы жалғыз тамаданың музыкасы бар флешкасын ұрлап кетті. Не дейді? Қазақ деген ешқашан ешкімге флешкасын бермеген. Қазақ деген ешкімге флешкасын сұққызбаған. Флешканы анау-мынау адамға беруге болмайды. Апашықке шыдадым, әткеншекке шыдадым, флешкаге шыдай алмадым мен. Бірақ бір шартым бар, мен бармаймын. Неге? Үйде жұмыс тола қатынай келеді маған. Онда сен жұмыстарын мен істейін, сен қаланы құтқар. Онда былай істеші. Жер аудар, көмір түсіргем, соны сарайдың ішіне кіргіз. Сосын су тасып қой. Кешке біздің сейір жайға кетіп баратқан кезінде жеңгең тамаққа кір дейді ғой. Кірме бірақ. Оған үшін өзім кетіп қаламын. Физически нормально ғой. Жаз жиындырай берге кеттік. Откуда деген жерге жаз, біздің үй деп жаз. Куда дегенге Генридің үй деп жаз. Стоимостқа 250 деп жаз. Қазір өзі 300 деп жүреді, принять дейсің, кеттік сонымен. Осы кезде зұлым Генридің штабында. Моей девушке день рождения, моей девушке день рождения, моей девушке день рождения. Мысықпен шапқан қате екен. Мысығым Тет Еленаға берген ғой бір 2 аптаға. Семірт жеріпті. Жемейтін сайскені осыған береді. Басқа әріп білесің ба? Өстіп алфавитті үйретем бұған. Мысығым мен бұрыннан көздеп жүрген, біз қол жеткізе алмай жүрген Рудныйдағы жалғыз тамаданың флешкасын ұрлап кеттім. Екеуміз дуэт болып тойға шығамыз ау. Мен өте зұлыммын да сондай. Рудныйда бір тамаданың флешкасын ұрлап кетіп тұрмын да, өзімнің зұлымдығымнан өзім қорқам кейде. Мені келет деп ойламаған боларсың, Генри. Румбо, қош келдің деген жазу көрмеген шығарсың.
шатырмай флешін алып келе. Бер, уақытым жоқ, мен туда обратно төлеп келдім таксиге. Бұл 5,5 минут тегін күтеді, бер флешканы. Румбо, сен әрдайым менің жолымды кесесің. Бұл жолы бірақ бәрі басқаша болады. Қазір буындырып өлтірем мен сен. Өлтіріп сабаймын ше. Спайдермен, супермендер пычық-пычық келіп ататын жоқ менің ондай ше. КГУ-дің общагасын білетін жаман болған. Румбо, қауқарың маған жетпейді сен. Кел онда, жекпе-жек. Тас па бір нәрсе ба? Қатынды қой олы. Онда пышақпен кел. Пышақта қатынды қой. Өңше қатындармен төбелесесің ба? Кел онда еркекше төбелесейік. Мына қатын дос мен кемсе. Жәнібек жалғасып жатсың ғой. Дегішен көрген кеше. Шего. Мен саған айттым, флешканы бер деп. Тұрады. Мына жер жаман ауырады ше. Қой, сәл жүрші. Беш, микрофон істемей кетті. Қақта флешка. Міне. Тексеріп көрейік істейді ме екен. Сөзіміздің соңын зұлым Генридің сөзімен аяқтаймыз. Негізі мына жігіттен жеңілмеймін. Физически ақ қоямын, просто сценарий осылай болып тұр да. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Рудный құрамасы. Рудный.